Қыздар енді өңіржектің астыңғы үшбұрышты бөлігіне шашақтарды тігіп бастаймыз. Бұл шашақтарды жіппен тігеміз. Ешқашанда мононитпен тікпейміз. Себебі ерс болып тұрады. Ал жіппен тіккенде төгіліп, әдемі болып тұрады. Үш бұрыштың ортасын тауып, инемізді кіргіземіз. Одан кейін 4 бисер қызыл моншақ, бисер, 1 бисер қызыл моншақ, 1 бисер деп. Сосын 7 қызыл моншақтан аламыз. Әрқайсысының ортасына 1 бисерден салып отырамыз. Сосын соңғы жағына капель моншақ бар ғой, міне көк моншақ. Соны салып, тағы 1 бисер салып, шашағымыздың осылай моншағын реттейміз. Ең соңында жібімізді 1 бисерді жіптен өткізіп, кейінге қарай алып жүреміз. Қайтадан кейінге қарай инемізбен жіпті тартып, келесі 1 моншақты мінекей осылай алып жоғары қарай шықтық. Енді 7 бисер алам. 7 бисерді алдым. Сосын ортасына 1 моншақ тастап кетем де, ақ моншақтың ортасынан инемізді өткіземіз. Осылай болады. Келесі шашақты да осылай арасына 1 моншақтан тастап кетіп, бірақ манағы моншақтардың саны өзгермейді. Әрқайсысына да 7 қызыл моншақ, арасына 1 бисерден саламыз, сосын көк капель моншақ саламыз. Мінекей, сосын кейінге қарай тартып, әкеліп 7 бисер салып, қайтадан ақ моншаққа тіземіз. Қыздар, міне өңіржектің астыңғы бөлігінің шашағын осылай тігеміз. Енді үстіңгі бөлігімен қалай жалғанатынын көрсетем.